Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгінгі мастер-класста осындай бір жасқа, бір жарым жасқа арналған осындай әдемі ерекше пинетка тоқуды үйренетін боламыз. Бізге қажетті жабдықтар крючок номер 2,5 сантиметрлік лента, белгілеуге арналған маркер және де қайшы, сосын өзіңізге қалаған түсті жіптен қолдансаңыз болады. Не осындай әдемі пинетка тоқып үйренетін боламыз. Жіптің ұшын алып, осылай ораймыз. Енді күрчегімізді салып, осы жерден мінекей күрчекті ішіне салып, бір петля шығарамыз да, дәл осылай 1, 2, 3 петля көтереміз. Енді әрі қарата тағы да бір столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, мінекей біздің көтерген 3 петлямыз бір столбик с накидом болып есептелінеді. 1, 2, 3. Енді 2 воздушный петля көтереміз. Әрі қарата тағы да столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, дәл осы жерден 3. Мінекей. Тағы да 2 воздушный петля көтереміз. Тағы 3 столбик с накидом тоқимыз. Не? Тағы да 2 петля көтереміз. Тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. Енді осы жібімізді осылай тартамыз. Мінекей. Енді бір петля көтеріп, крючокқа жіпті іліп, осы тұрған алдыңғы көтерген 3-ші воздушный петлядан осылай шығарып аламыз. Крючокта 3 жіптен біреу алатын боламыз. Мінекей. Екінші қатарда біз мінекей осы арканың ішінен 2 петля көтердік. Енді осы мынау тұрған арканың ішінен столбик с накидом тоқитын боламыз. Тағы да осының ішінен столбик с накидом тоқимыз. Мінекей. Бір воздушный петля көтереміз. Мінекей, бұл бізде бір петля көтергеніміз біздің бірінші бұрышымыз болып есептелінеді. Енді мына жақтағы тұрған аркадан столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, дәл осы аркадан 3. 1 петля, 2 петля көтереміз. Дәл осы аркадан екінші үшеулік столбик с накидом тоқимыз. Дәл осылай тағы да 3 рет осы арканың ішінен аламыз. 2, 3. Бұл екінші бұрыш. Не воздушный петля, екінші бұрыш. Енді әр осы бұрыштың арасында тағы да бір бір петля көтереміз, воздушный петля. Енді келесі тұрған аркадан тағы да 6 осындай столбик с накидом тоқимыз. 2, 3, 2 воздушный петля. Дәл осы аркадан 1, 2, 3. Мінекей. Енді бір петля көтереміз. Бұрышында 2 петля, бұрыш арасында бір петля көтеріп отырамыз.
келесі бұрышына тағы да 1 2 3 2 петля 1 2 3 енді бір петля тағы көтереміз. Енді біз соңына келдік. Мінекей соңында осы тұстан 1 дәл осы жерден 2 дәл осы жерден 3 бір воздушный петля көтереміз. Енді осы екінші қатарда аяқтайтын боламыз. Ол үшін 1 2 екінші петлядан крючокқа жіпті ілеміз. Екінші тұрған петлядан крючогымызды салып, жібімізді шығарып аламыз. Крючокта 3 жіп, үшеуінен біреу шығарамыз. Міне екінші қатар аяқталды. Енді үшінші қатар 1 2 крючокқа жіпті ілеміз. Дәл осы жерден тағы да 2 столбик с накидом тоқимыз. Енді 1 петля көтереміз. Енді мына жақтағы тұрған арка, біз бұрышына бармаймыз. Міне мына жақтағы тұрған аркадан ең алдымен 3 столбик с накидом тоқимыз. 1 2 3 бір воздушный петля көтереміз де, енді бұрышын тоқитын боламыз. Дәл солай 3 столбик с накидом, 2 воздушный петля, тағы да столбик с накидымнен 3. Әр бұрыштан солай болады. 2 воздушный петля, енді дәл осы жерден тағы да 3 столбик с накидом, 2 3. Мінекей. Енді бір воздушный петля көтереміз де, келесі аркаға бармай, ортадағы аркадан 3 қайтадан столбик с накидом тоқимыз. Тағы воздушный петля, яғни аралығындағы воздушный петляны ұмытпаймыз. Дәл осылай тоқимыз. Бұрышынан тағы 6 аламыз, ортасына 2 воздушный петля, ортадан 1 воздушный петля, ортадан 3, 1 воздушный петля, тағы да 6. Дәл осылай осы тұсқа дейін үшінші қатарды өзіміз тоқып шығайық. Төртінші қатар. Төртінші қатарды қалай, үшінші қатарды қалай аяқтайтындығын тағы да бір көрсетейін. 1 воздушный петля көтеріп, крючокқа жіпті ілеміз. Енді бағанағы бірінші, екінші тұрған воздушный петлядан осылай кіргізіп алып, крючокта 3 жіп пайда болды. Осы үшеуінен біреу алдық. Енді әр қарата тағы да 2 воздушный петля көтереміз де, дәл осы аркадан келесі төртінші қатарымызды бастап кететін боламыз. 2 мынау үшінші столбик с накидом. Енді крючокқа 1 петля көтеріп, енді бұлай тоқимыз. Біз алдыңғы қатарда осы арканың ішінен 3 воздушный петля алдық. 3 столбик с накидом тоқыдық. Енді бізде 2 арка пайда болды. Енді осы 2 аркадан 2 столбик с накидом тоқимыз. Міне. Енді ешқандай воздушный петля көтермейміз. Алдыңғы қатардағы 3 столбик с накидымның әрқайсысынан 1 столбик с накидым тоқимыз. Сонда 3 столбик с накидым тоқыдық. Енді тағы да арка. Осы арканың ішінен 2 столбик с накидым тоқимыз. 1 воздушный петля көтереміз.
Енді бұрышына келдік. Бұрышы дәл осы қалпында, дәл осы узормен қайталанады. Тағы да 3 столбик с накидом тоқып, 2 воздушный петля көтереміз. Тағы да осы арканың ішінен 3 столбик с накидом тоқимыз. Мінекей. Енді бір воздушный. Бағанағыдай. Мына арканың ішінен 2 столбик с накидом, үшеуінің үстінен 3 столбик с накидом, аркадан 2 столбик с накидом. Дәл осылай жалғасып кетеді. 4-ші қатарды аяқтаймыз. 5-ші қатарды тағы да бір рет қалай тоқитындығын көрсететін боламын. Міне 4-ші қатарды аяқтадым. Енді тағы да 2 воздушный петля көтеріп, дәл осы аркадан столбик с накидымнан 2 тоқимыз. Енді бір воздушный петля көтеріп, тағы да 2 арка бар. Ортада бізде 4-7 столбик с накидым бар. Алдыңғы қатардағы әр аркадан 2 алдық, ортадан 3 алдық. Енді бұл жолы мына аркадан 2, мына аркадан 2. Ортасындағы 7 столбик с накидымның үстінен 7 столбик с накидым тоқимыз. 1, 2. Жаңа айтқанымдай, әр столбик с накидымның үстінен тоқимыз. Міне тоқыдым. Санайық. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Енді аркаға келдік. Бір петля көтеріп, арка дәл сол узормен қайталанады. 3 столбик с накидым, 2 воздушный петля, 3 столбик с накидым. Енді 6-ші қатарда дәл осылай жұмысымызды аяқтап, арканың ішінен 2 столбик с накидым, мына тұстан 2 столбик с накидым. Бізде ортада 11 етін, осы 11-дің үстінен тағы да 11. Яғни әр қатар сайын бұл бір есеге көбейіп кете береді. Дәл осылай тағы да 5 қатар көбейтеміз. 5 қатар тоқитын боламыз. Дәл осылай өзіміз соңына дейін тоқимыз. Міне мен соңына дейін тоқып бітірдім. Енді бір-біріне қосатын боламыз. Ол үшін осындай иненің, тоқыма иненің немесе көрпеше тігетін иненің көмегімен тіксеңіздер болады. Теріс бетін аламыз. Теріс беті сыртында тұрады. Оң беті ішіне қарай, оң беті. Осылай бір-бірінің бұрышын келтіреміз. Енді маркердің көмегімен белгілеп қоямыз. Бүктегеннен кейін пинетканың табан жағын бірінші өлшеп аламыз. Мен алдын ала маркермен белгілеп қойдым. Енді қалай белгілегендігімді көрсетейін. Мінекей. Табан жағы 8 сантиметр. Қалдырамыз, белгілеп қоямыз. Ал мынау не өкше жағы, яғни арқасы. Мынау аяқтың кіргізетін жері, ал мынау пинетканың өкшесі болып есептелінеді. Мінекей өкшесі 7 сантиметр. Енді иненің көмегімен мінекей мынау басы пинетканың осылай. Бұл табаны, жаңа айтқанымдай. Енді мына жақтағы маркер тұрған жерден бірден осы жерден бастаймыз. Инемізді кіргізіп аламыз ең алдымен. Сосын маркерді алып тастап, тебенімізді кіргізіп, жіпті бір байлап бекітіп аламыз. Осылай. Енді әрі қарата әр петляның көмегімен осылай бір-біріне қосып шығамыз. Әр петлядан аламыз, мінекей.
мына жағын бітірдік. Енді аяқтың ұш жағын қосамыз. Ол үшін міне біткен жерге инені кіргізіп, осының ұшындағы петляға кіргізіп аламыз. Жібімізді байлап аламыз. Әр петлядан қайтадан бір-біріне тігіп шығамыз. Осылай ұшына дейін тігіп аламыз. Дәл осылай мына ұшы да осылай тігілетін болады. Одан кейін артық жіптерін жасырамыз. Сосын аяқта қалай тұратындығын қазір манекенге киіп көрсететін боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып мені қолдаңыздар.